Бұл оқиға болған кезде күйеуім екеуміз 11 жыл бірге тұрдық. Және біз жақсы өмір сүріп жаттық. Әуелі үйімізді әкеміздің қасына тұрғыздық, сосын балалар туылды. Біздің 3 баламыз бар. Асия, ол 10 жаста, Аружан 7 жаста және кішкентай Арлан жақында 2 жасқа толды. Мен үйдің тіршілігімен айналысамын. Күйеуім жұмыста, бәрі жақсы. Бізге көршілер қызығатын. Ата-анамызбен тату-тәтті, өзіміз де тату-тәтті өмір сүрдік. Күйеуімнің ағасымен де әрқашан тіл табысатынбыз. Қалай тіл табыспауға болады? Ол Мирастан 2 жас үлкен. Оның аты Жарас. Жарас менің Мирасымды өзі өсірген. Кезінде ата-аналары көп жұмыс істеді. Ал Мирас Жарастың соңынан еріп, балабақшаға барып, содан кейін оны мектепке жібереді. Және онымен бірге үй тапсырмасын орындады. Жалпы Жантас менің күйеуім үшін даусыз бедел, авторитет. Ал мен ағалардың ортасына неге түсуім керек? Және де ешқандай себеп болмапты. Жарастың әйелі Сәуле өте жағымды, тыныш әйел. Біз тоқу туралы және гүлдердің барлық түрлері туралы сөйлесетін едік. Ауылды, гүлде бәрі жақсы қарай бермейді. Үй тіршілігіне де арам шөптерді де жұлып үлгеретін еді. Сәуле екеуміз гүлдерге тапсырыс беріп, алмасып, тіпті қалаға гүл көрмесіне барып, түбірдің түр-түрін сатып алатынбыз. Екінші жағынан біздің аула, менікі де, Сәуленікі де тұтас гүлзар. Жақсы әйел, бір ғана мұңы бар. Бала туа алмайды. Оның тұқымында әйел жағынан бірдеңе бар, қандай да бір ауру. Мен әрине оны мүмкіндігінше қолдап, әрқашан оған үмітіңізді үзбеңіз. Теледидарда не болып жатқанын қараңыз. Әйелсіз де еркектер балалы болып жатыр. Немере сүйіп отырған жұлдыздар өздері ата-ана атанып отыр. Ал сен жассың, қайраттысың, әлі-ақ балаларыңыз болады. Қазір медицина қалай дамып жатқанын білесіз бе? 1 жыл болмай-ақ әлі-ақ сауығып кетесіз. Немесе олар операция жасайды, немесе басқа нәрсе ойлап табады. Сәуленің сол сөздерге сеніп, көздері тіпті жанып кететіндей көрінетін. Біраз уақыт өтті. Оған және Жантасқа ешқандай дәрі көмектесе алмады. Сол күні біз Арланның туған күніне арнап рәсім өткіздік. Өкіл әке ретінде әрине мені жолдасым өзінің ағасын шақырды. Ал ол қатты қуанды. Ол кішкентай балаларды шынымен жақсы көреді. Бірақ балалармен амандасып, аспанға лақтырып, ойнап болмағанша біздің жанымызға келмейтін. Ал балаларға сыйлықсыз келген кезі болған емес. Ал біздің кішкентай бүлдіршіндер оның айналасында айналшықтап, би-билеп кетпейтін. Міне біз Арланның туылған күніне орай біздің үйге жиналдық. Мұндай нәрсені атып өту керек. Мен дастархан жайдым. Кеше бәрін дайындап болатын. Толық дастархан жайнап кетті. Барлығы отырды, астарын ішіп алды, қажетінше сөйлесті. Ер адамдар өздерінің әңгімелерін айтады. Сәуле екеуміз қонақтарды күтіп жүрміз. Үстел басында Мирас пен Жарастың ата-аналары отыр, біздің достарымыз, ал балалар Жарастың құшағына кіріп, шығып жүр. Арлан, ал не істеп жатырсың, мазаларын алма, деп өзіме қарай тарттым. Бірақ Жарас өзіне қарай тартып, қойшы, мен бөтен емеспін ғой, ары қарай құшақтап отыра берді. Кеш тұрдық, мен балаларды төсекке жатқызуға кеттім, ал Сәуле үстелді жинап қалған. Естуімше ата-аналар үйге жиналып кетіп жатыр екен, достары қоштасты, жақсы болған екен деп ойладым. Балаларды төсекке жатқызып, Сәуле мен Жараспен бірге отырып, карта ойнаймыз деп шештік. Біз жұп болып ойнағанды ұнататынбыз. Ұлдар қыздарға қарсы. Мен Арланды ұйықтатып отырғанмын. Қарасам, Мирас пен Жарас бөлмеге кіріп келді. Жүр, Айжан, мен Арланды өзім ұйықтатамын, деді Мирас. Міне Жантас саған бірдеңе айтқысы келеді. Я, мен оның не айтқысы келетінін білемін, деп күлдім. Балық аулауға баруынды өтінетін шығар. Жарас, сұрама, мен оны жібермеймін. Мұз қазір жұқа, былтыр дархан су астына кеткен. Әзірге оны ешкім тапқан жоқ. Жоқ, мен ол туралы айтқым келіп тұрған жоқ.
деп Жарас бұрылды да кенет бұрылып, маған бала туып берші деді. Мен тіпті аң-таң болып қалдым. Ең бастысы, мен қарасам мирас мұны естіп отыр, бірақ солай болу керек сияқты мүлдем реакция бермеді. Ал Жарас қалай әңгімені жіберді. Таң қалып тұрсын, білемін, бірақ білесің ғой, Сәуле екеумізде бала болмай жатыр. Саған келген сайын жүрегім қан жылиды. Тағы 1-2 жылдан кейін кеш болады. Мен Сәулені тастап кете алмаймын. Бірақ ол менің баламды дүниеге әкеле алмайды. Мен сендермен бірге отырғанда үйлеріңде әрқашан көңілді, балалардың күлкісі, ал бізше өлген тыныштық, молада тұратындаймыз. Жарас, бірақ оны балалар үйінен алуға болады ғой, деп менде не жауап берерімді білмедім. Болады, иә, менімен жұмыс жасайтын досым бір баланы алған. Қазір олар ауруханадан шықпайды. Алғанда бала сау болып көрінді, содан кейін аурулары шыға бастады. Жарайды, алдық делік. Алған балам ауырып жатса, ал мен оған ешқандай көмек бере алмаймын деп елестетсем, жүрегім ауырады. Сендердің балаларың сау, мен де саумын, сондықтан солай жасасақ бәрі жақсы болады деді. Жарас, сенің есің дұрыс па? Сонда мен 9 ай жүрегімнің астында бала көтеремін, сосын саған бере саламын ба? Суррогат ананы табыңыз. Қазір бұл оңай процесс. Қайдан? Оңай емес, деп күрсінді Жарас. Білесің ба олар қанша сұрайтынын? 1 миллионмен құтылып кетпейсің. Ал мында сен тек туып бер, біз басқа жаққа көшіп кетеміз. Көзіңе күйік болмай. Сосын мен отбасылық мұрадан бас тартып бәрін мирасқа қалдырып кетемін. Баланың ақысы сол болсын. Қалай қарайсың, деді. Ой, күте тұрыңыз, тамағым қышып кетті. Барып су ішіп келейін дедім да. Жүгіріп келіп бірден Сәулеге, біздің күйеулеріміздің не ойлап тапқанын естідің бе? Мен одан сұрадым. Олар мүлдем есінен танып қалған ба? Олар не аман қалды ма? Деп Сәуле мұңайып күрсінді. Басқа амал жоқ. Бала болмаса мені тастап кетеді. Бұл жерде әрине сен бала туып берсең де, жантасқа байланып қалмайсың ғой. Басқа ел болса ше, сонымен кетеді ғой. Мен қартайғанда жападан жалғыз қаламын. Мендей мүгедек әйел кімге керек? Жалпы біз ұзақ сөйлестік. Ал күйеуім ағамды толық қолдады. Оны үнемі қолдайтын. Тіпті осындай жағдайда. Өзіме орын таба алмай жүрмін. Енді бәрі маған байланысты. Мен өз шешімімді айту керекпін. Және қашып та кете алмайсың. Бұл өте маңызды мәселе. Бұрынғы заманда солай жасағанын білемін. Бірақ мен олай жасай алмаймын.